Мінекей біз жакетіміздің негізгі бөлігін тоқып бітірдік. Енді біз иықтарын тоқимыз және шеткі резинкаларын, етегіндегі резинканы и капюшон тоқимыз. Сонымен бастаймыз. Екі нені біріктіреміз. Полочка мен спинканы жібімізді аламыз. Енді бірінші столбиктің төбесінен кіргіземіз және полочканың бірінші столбигінен кіргізіп соединительный столбик жасаймыз. Так. Бұл жерін жай ғана тігіп шықсаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Және де біз жартысына дейін біріктіреміз, қалған жерін капюшонға жібереміз былай. Соединительный столбиктермен біріктіреміз. Екінші столбикпен екінші столбикті біріктіреміз. Үшіншімен үшіншіні. Дәл осылай жартысына дейін екі иығын да біріктіріп шығамыз. Мінекей екі жағында тік. Енді былай оң қаратамыз. Осындай болып тұрады. Енді қолындағы резинканы тоқимыз. Ол үшін қолтығындағы петлядан алып, осы жерден басқа түс қосамыз. Ең алдымен бірінші начальный петля жасап аламыз. Және жіптің ұшын тоқып отырып жасырып кетеміз. Үш воздушный петля аламыз. Столбик с накидом тоқып шығамыз бірінші қатарда. Полный столбик с накидом тоқып шығамыз. Қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Неке қатардың соңына жеттік. Енді үшінші воздушный петлядан біріктіреміз. Соединительный столбик жасап, және үш воздушный петля. Енді былай тоқимыз. Рельефный столбиктер тоқимыз. Ол үшін былай аламыз. Накид аламыз. Бірінші столбиктің
осылай өткіземіз крючокты, жіпті осылай шығарып аламыз. Мінекей. Біріншісін осы бер жағына тоқимыз, ал екінші столбикті арғы жағынан тоқимыз. Міне. Артынан бүйтіп кіргіземіз столбиктің. Жіпті шығарып аламыз. Және столбик тоқимыз. Келесін бергі жағынан. Ал келесін арғы жағынан. Осылай бір столбик бергі жағын, бір столбик арғы жағын тоқып шығарамыз. Неге? Сонда бізде резинка шығады. Міне. Келесін арғы жағынан кіргіземіз. Осылай қатардың аяғына дейін тоқимыз. Міне екі қолын тоқып шықтық. Мінекей былай көрінеді. Резинка сияқты. Бүйтіп жиылады. Бұл жерде 3 қатар қып тоқуға да болады. Ол енді өз қалауыңызға байланысты. Мен 2 қатар тоқыдым. Және де етегін де тура солай тоқисыздар. Бірінші қатарды полный столбик накидым тоқып шығып, екінші қатардан бастап резинка жасайсыздар. Бір столбик алдынан, бір столбик артынан алып. Енді капюшон. Капюшонды былай тоқимыз. Бірінші. Так, артық жіптерін жасырамыз. 1, 2, 3. Әр столбиктің үстінен бір столбик тоқып шығамыз. Міне бірінші қатарды тоқып болдық. Енді екінші қатарда біз прибавка жасаймыз. Прибавканы әрбір 6-шы столбикқа жасаймыз. Бастаймыз. Мынау 3 воздушный петля, бір столбик болады, және екінші. Осылай 5 столбик тоқып шығамыз, және 6-шысында прибавка жасаймыз. Төртеу, бесеу. Енді прибавка. Бір столбиктан 2 столбик шығарамыз. Мінекей. Осылай прибавка жасап отырамыз. Әрбір 6-шы столбиктан 2, 3, 4, 5 и 6-шысында прибавка. Мінекей. Екінші қатарды аяқтадық. Мінекей, прибавка жасадық. Енді үшінші қатарда да прибавка жасаймыз. Ары қарай 4-ші қатардан бастап ешқандай прибавкасыз, ешқандай убавкасыз сплошной тоқып шығамыз. Бұда да
екінші, үшінші, төртінші, бесінші. 5 столбикті оқимыз. 6 столбикқа прибавка жасаймыз. Біреу и екеу. Былай. Міне үшінші қатарды прибавкамен тоқып шықтық. Енді ешқандай прибавкасыз, ешқандай убавкасыз осылай 25 сантиметрге жеткенше тоқып шығамыз. Неге?